едім өмір кергін бойламаған. Күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайрамаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайрамаған. Жан әке шертіп сезім домбырасың, кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманың асқарына қол ашырсың, алдымда асқардау боп сен тұрасың. Арманың асқарына қол ашырсың, алдымда асқардау боп сен тұрасың. Zamanı olmaz, özgür yüreğimizin imanымен nurlanıp, eğer Allah жақсы көреді, орындалып жатқан арманымыз ашық болсын әрқашан жолдарымыз. Отбасылық мәселе қиындамыз, сәтсіз болсын. Болды ма? Осы шаңыраққа тек қана қуаныштың осылай немерелерін балаларым бәрі бақытты болсын, жайылған дастарханымыз тек қана жақсылыққа, қуанышқа, осы немерелеріміздің қуанышына жайыла берсін. Бесінші май күні 2020 жыл ұлымыз Заңғар дүниеге келді. Енді ұлымызға айтатын тілегім енді үлкен азамат болсын, еліміздің, халқымыздың беделді азаматы болсын, үлкен азамат болсын, жемісін жегісін, биік шыңдардан көрінсін, аман болсын. Әрқашанда әке-шешесін қуантып жүре берсін, аман болсын. Құлыншағым, ботақаным, балапаным, өмір жасыңыз ақ болсын. Халқымызға қалаулы, елімізге елеулі азаматтардың бірі бол. Биік шыңдардан көріне бер. Денсаулығың мықты болсын. Саған ұзақ өмір тілеймін. Әрқашан аңсаған армандарың орындала берсін. Әкем екеуміздің көз қуанышымыз болып жүре бер. Әпкелерің қорғанышы бол, мақтанышы бол. Дарынды, сүйкімді, қайсар жігіт болуыңды тілеймін. Әлди алтыннан бай боларсың балқыған, дарияның бетінен майлы көбік қалқыған. Әлди бөпешім, аннан әкең келеді, өлең айтып береді. Қолын алып алдымен
жүзің